Мен нөмір 46 Балбұлақ бөбекжай тәрбиешісі Каракаева Айгерім Қошыбаева. Менің бүгінгі жобамның тақырыбы мектеп жасына дейінгі балалардың зерттеу әрекетін қалыптастыру. Мен жобамды «Маған айт, мен ұмытамын, маған көрсет, мен түсінемін, маған мұны өзім жасауға рұқсат етіңіз, мен үйренемін» деп философ Конфуцийдің сөзінен бастағым келіп тұр. Қазіргі уақыт талабы білімді, сапалы, мәдениетті, адамгершілігі мол, қоғамда өз орнын таба білетін тұлға қалыптастыру. Жеке тұлға дегеніміз адамның психикалық, рухани мәдениеті. Тұлға мәселесі қай уақытта да өзінің сан қырлығымен көрінеді. Сол себепті тәрбиеші балаларға шығармашылық іс-әрекет дағдыландырып меңгеру керек. Әр баланың зерттеу қабілеттеріне жеке дара іс-әрекетін ұйымдастыру керек. Қазіргі таңда мектепке дейінгі ұйымдарда зерттеу арқылы оқыту балалардың танымдық қабілеттерін дамытуға ең тиімді технология. Кішкентай балалардың бір нәрсені зерттеуге деген талпынысы биологиялық құбылыс. Үнемі бір нәрсені зерттеуге деген талпынысы бала мінезіне тән қасиет. Ол өзін қоршаған ортаны үнемі танып біліп отырады. Осы баланың танымдық қабілетін ашуда мен өз тәжірибемді ойын арқылы оқыта отырып, танымдық қабілеттерін тануда ең тиімді зерттеу технологиясын қолданамын. Зерттеу балаға қалай және неге деген сұрақтарға жауап алуына мүмкіндік береді. Балалар үнемі және барлық жерде табиғатпен байланысты болады. Жасыл ормандар мен шыбындардың, ашық түсті гүлдердің, көбелектердің, қоңыздардың, қар ұлпаларының, ағып жатқан бұлақтардың, жаңбырдан кейінгі шалшық судың, осының барлығы балалардың назарын аударады, оларды қуантады. Балалар қардың неге жауатыны, өсімдіктердің гүлдейтінін, күн мен түннің ауысуын және де тағы басқа белгілерін білгісі келеді. Сол себепті мен алдын ала балаларды таныстыратын нысанды таңдаймын. Балалар өзіне бейтаныс заттарды зерттеу барысында эксперимент жүргізу технологиясын меңгереді. Мен тәжірибемнің мақсаты немесе міндетін балаларға өздеріне істей алатындай етіп, анықтайтындай етіп хабарлаймын, ойлануға уақыт беремін. Содан кейін балаларды эксперименттің барысында қойылған сұрақтарына жауап алуға мүмкіншілік беремін. Балаларды ғылыми зерттеу іс-әрекетінде ата-аналармен жұмыс жасалады. Ата-аналар өз үйлерінде де балалармен бірге біздің зерттеу әрекетін пайдалануға мүмкіншілік береді. Олармен бірге жұмыс жасайды. Мен ол кезде ата-аналармен бірге оларға бағыт-бағдар беріп, мақсаттарын айтып, қойып, түсіндіріп, содан кейін олар балалармен бірге жұмыс жасайды. Зерттеу әрекеті балаларды жауапкершілікке әкеледі, жақсы қарым-қатынаста болуға ықпал етеді, есте сақтау қабілетін дамытады, ой-өрісін арттырады, шығармашылық қабілеті дамиды, және көңіл күйі күшті болады, және жан-жақты болады. Ең маңыздысы топтық қарым-қатынасы қасиеті күшейеді. Қорытындыла келе, зерттеу жұмыстары өзекті, қызықты және дер кезінде орындалса, балаларды жаңа ұғымдармен, қызықты зерттеулермен таныстыра отырсақ, балалардың ой-өрісін кеңейтуге, белсенді сөздік қорын арттыруға, тұлғалық дағдыларды дамытуға ықпал ететініне кәміл сенімдімін. Тыңдағандарыңызға рахмет.